Сәлеметсіздер ме, құрметті шебер ханымдар. Менің бүгін сіздерге көрсететін аяқ киім түрі осындай сабо табанға тоқылған жаздық сыртқа киетін шлепка. Біз бұл сабақты мастер-класты бастамас бұрын сіздерден бір өтінішім бар. Яғни қазақ тілді YouTube каналдарын дамыту мақсатында маған подписка етпесеңіз, подписка жасап және қоңыраушаны басып кетуіңізді өтінемін. Және де астына өз пікірлеріңізді жазып, келесіде қандай аяқ киімнің мастер-класын шығарғанымды қалайтындарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Және де бүгін біз осы аяқ киімді тоқу үшін осындай сабо табан, яғни китайский сабо табан, бұл бір размерге маломерка жүреді. Яғни мынау мен 38 размерге тоқып жатырмын және 39. Бұл негізі 38-ге келеді. Мен сіздерге бүгін тапсырыс тоқи отырып мастер-класс түсіріп отырмын. Яғни бізде осы аяқ киімнің сезоны келе жатыр. Дәл қазіргі сәтте өте жақсы өтіп, өте жақсы тапсырыс болып жатқан осы аяқ киімдер, яғни біздің шлепкалар, босоножкалар болып жатыр. Бұл аяқ киімге осындай китайский сабо табан және де жібек жіп қажет. Жібек жіп, мінекей, менде бүгінгі тапсырыс берушінің қалауы бойынша ақ түсте ақ жібек жіп және де осы біздің крючок, яғни екі жақты крючок, кәдімгі домашний тапочка тоқитын. Соның біз мына жіңішке жағымен тоқимыз. Және бізге оттық қажет, қайшы, маркер қажет болады. Біз бұл аяқ киімді осы табанға да киімді тоқып байлап қойған жүрмін. Яғни осы табанға да тоқсақ болады. Яғни мынау кәдімгі медбикенің ауруханаға киімдеп тапсырыс берген аяқ киімі. Осы кәдімгі бамбук табанға ақ жібек жіптен тоқылған. Ақ жібек жіптің ақ түсінен емес, өзіңізге қалаған түсінен және клиентіңіздің қалаған тапсырысынан тоқуыңызға болады. Енді біз бұл аяқ киімді бастау үшін жібек жібімізді аламыз. Яғни жібек жіп негізгі осылай тұрады. Осы бір мотогы бір пар аяқ киімге жетеді. Осыны біз шетін ашып, шатастырмай орап аламыз. Неге осылай? Менкі дайын, алдыңға өткен бір парын тоқыдым, солай орап аламыз. Және де осы ұшын басын тауып, неге бұл тез сетінеп кетеді, сол үшін оттықпен басын сәл ғана қыздырып, осылай жабыстырып аламыз. Енді аяқ киімді білесіздер, сол жағынан бастаймыз. Сол аяқ болса да, оң аяқ болса да, сол жағынан бастаймыз. Яғни, біз ортадағы петляны көріп тұрсыздар ғой, осыдан, бұны санамайыз, осыдан кейінгіден бастап санап, 10-шы петлядан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни 10-шы петля мінекей мына жерде. Осы жерден бастаймыз, мінекей алдың аяқ киімді. Осы жерден басталған және соңғы біздің ирек қатарымыз мына петляға түсетін болады. Енді мінекей жібек жібімізді аламыз. Бұл өте жіңішке. Бұл жібек жіптен сіздер кәдімгі домашний тапочка алды, ашық, жабық түрлерін тоқсаңыздар болады. Алдағы уақытта оны да көрсететін боламын. Мінекей 10-шы петлядан осылай жібімізді өткізіп алып, бір воздушный петля көтереміз. Мінекей. Бір воздушный петля көтереміз. Және де тура осы петлядан тағы 2 рет столбик без накида тоқимыз. Мінекей. 1, 2. Сонда бізде бұл немізде 3 рет алынған болып сөйледі. Енді келесі петлядан 3 рет столбик без накида тоқимыз. Мінекей. 1, 2, 3.
міне осылай болады. Келесіден тағы да солай 3, яғни біз әр осы петлядан 3 столбик без накида тоқимыз. Мына жіпті арасына қосып тоқып отырамыз. Біреу болды, екеу болды, енді соңғы үшіншісі. Үшеу. Енді келесі петлядан тағы да 3 тоқимыз. Келесі петлядан тағы да 3 столбик без накида тоқылады. Мынау жіпті қосып тоқып отырамыз. Және осы мына жерден бастағанда осы көлемде мына қайшымен маркер қайшымен қырқып, және мына басын, мына жаңа біз қырыққан мына жіптің басын сетінеп кетпес үшін осылай оттықпен ертіп жабыстырамыз. Сол кезде ол ажырап кетпейді. Және де мына оттықтарыңыз жай жанатын болу керек. Мына қатты жанатын болса, мына жіпті қарайтып күйдіріп жібереді. Сол үшін абайлап оттықты қолданғанда абайлап қолданыңыздар, ақ жіпке қатты білініп қалады. Келесіден тағы да 3 рет аламыз столбик без накида. Міне біздің жаңа жібіміз ешқандай көрінген де жоқ, білінген де жоқ. Енді біз осылай мына бастаған беттің қарама қарсы бетіне дейін мына жақты айналдырып, әр петлядан 3 столбик без накидадан тоқып, осы келесі бетке дейін тоқып келеміз. Сіздерге тағы да көрсетіп жіберейін. Әр петлядан 3 столбик без накида. Келесіден тағы да 3 столбик. Бұл жібек жіп өте мықты, созылып кетпейді. Стиральный машинада жуып ала береді. Және де домашний тапочкаға да жаздық етіп тоқсаңыздар өте әдемі шығады. Әр қайсысынан 3 столбик без накидадан алып отырамыз. 3 столбик без накидадан алып отырамыз. Мінекей ханымдар, мен мына қарсы бетке дейін тоқып келдім. Енді біз бұның яғни бірдей болып түзу болуын осылай жіппен тексереміз деп алдында да көрсеткен болатын. Мінекей былайына бірінші петляға қойғанда осылай жібіміз түп түзу тұру керек біздің. Мына екі бет бірдей болады. Енді бірінші қатарымыз осындай столбик без накида. Былай айналдырып тоқсаңыздар да болады, бірақ жаз мезгілінде мына жері ақ жіпке болмайды деп ойладым. Және де мына маломерка табан болған соң ол айналдырып тоққан бір размерге кішірейтеді. Келесі екінші қатарға осы бетте тұрған кезде бір воздушный петля көтереміз және жұмысты кері айналдырамыз. Мінекей осылай. Енді бізде екінші қатар столбик с одним накидом, яғни столбик с одним накидом болады. Мінекей жіпті орап аламыз. Бірінші көзінен емес, келесі екінші көзінен іліп аламыз. Крючокта 3 жіп, крючогымызда 3 жіп және крючокта 2 жіп қалды. Мінекей осылай. Осылай столбик с одним накидом тоқимыз. Жіпті орап аламыз. Келесі көзге мінекей кіргіземіз.
осылай шығарғанда 3 жіп болады. Одан тағы шығарсақ 2 жіп, тағы шығарсақ мінекей 1 жіп. Бізде бұл столбик с одним накидом, яғни толық көтеру қазақшасы. Дәл солай мінекей 3 жіп, 2 жіп, осылай әр петлядан, әр көзінен, яғни столбиктің әр мынандай тесіктерінен алып шығамыз, ешқайсысын қалдырмай. Осылай аламыз. Қатты қылып та тоқымаймыз, және қатты бос қылып та тоқымаймыз. Бос қылып болмайды, узорымыз келмей қалады, және қатты болса да тырысып қалады. Орташа кәдімгі бір қалыпты тоқисыздар. Мінекей осылай әр көзден қалдырмай алып шығамыз тоқып. Столбик с одним накидом болады. Көздерінен қалдырмай алып отырамыз. Осылай. Осылай шығады. Әр көзінен қалдырмай аласыздар. Алдыңғы жағына жақындап қалдық. Алдыңғы бірінші тоқыған аяқ киімімізге қарап, яғни бір сыңарына соған қарай тоқимыз. 2-3 бар сияқты. Осылай қойып, бірдей қылып қоямыз да бастағанша. Әлі сонда мен 2 столбик тоқиды екенмін. 2 столбик тоқимын. 1, 2. Міне. Осылай бірдей болып тұр. Көзбен, болмаса осылай крючогыңызды қойып түзу бола ма, осылай өлшеп білсеңіз де болады. Жаңа мына жерді қатты кеңейтудің қажеті жоқ. Себебі мынау кез келген, мысалы, базардан алған аяқ киімде киген кезде түседі ғой. Сол кезде алды басақтарыңыз қатты шығып кетпес үшін осылай осы көлем жеткілікті.
Енді бұл біздің екінші қатарымыз бітті. Енді жұмысты кері айналдырып, үшінші қатарымызды тоқимыз. Үшінші қатарымызды мінекей сөгіліп кетпешін осылай алып аламыз. Былай тұрған жіп. Жұмысты кері айналдырып, мінекей осылай. Енді келесі қатар, үшінші қатарымыз енді столбик без накида тоқылады. Яғни әр көзінен столбик без накида тоқып шығамыз аяғына дейін. Жұмысты кері айналдырып, бірінші көзінен емес, екінші көзінен бастаймыз. Бір, екі, әр көзінен осылай столбик без накида алып шығамыз. Бұл бізде үшінші қатар. Екінші қатарымыз столбик с одним накидом болса, үшінші қатарымыз қайтадан столбик без накида. Без накида тоқылады. Жібек жіпті өте жіңішке, бірақ тоқсаңыз өте сұлу көрінеді. Сіздерге анық көріну үшін ақ жіппен көрсетіп отырмын. Келесі нелерде басқа түстерден басқа модельдерін көрсетемін, Алла қаласа. Неге осындай бізде аяқ киім шығып жатыр. Осылай өз нелеріңізден аяғына дейін столбик без накида тоқисыздар. Мінекей мен соңғы неге келіп тұрмын. Соңғы петляға, яғни сіздерге көрініп тұрса, мынау бізде соңғысы ғой мынау. Одан кейінгі біздің воздушный петля көтердік қой, одан алмаймыз. Мінекей соңғыдан бір рет столбик без накида аламыз. Және міне осылай тоқтатамыз. Одан кейін біздің алдында бірінші қатар, екінші қатар біткесін мына жерге, бірінші қатар біткесін екінші қатарға көшетін кезінде жер біз воздушныймен көтергенбіз. Ол жер мінекей көрініп тұр, мына тесігі, ол тесіктен алмаймыз. Себебі мынау былай қиғаш болып қалу керек. Енді осы жерден біз бітіреміз. Яғни мінекей осылай салып алдық. Енді мына жіпті тартып, аяқ киімнен осылай айналдырып өткіземіз. Және мінекей осылай байлап тастаймыз. Енді осылай қайшымен артығырақ қылып кесеміз. Яғни біз мына жіпті көрінбейтіндей етіп жасырамыз. Осылай бір бет шықты. Мына келесі бетін тоқып, одан кейін бетін көтерілеміз. Мінекей жіпті осылай крючокпен мына жіптердің арасынан көрінбейтіндей етіп арлы-берлі өткіземіз. Яғни төменге қарай түсіреміз. Одан кейін келесінен аламыз, астынан тағы арғы бетке өткіземіз. Енді соңғы төменгі жағынан өткіземіз. Енді мінекей ішкі жағына сыртта тұрған жіпті бері қарай ішкі жаққа кіргіземіз. Тағы жібек жіп болған жоқ, сусып шығып кетпес үшін
неғұрлым көбірек осылай арлы-берлі өткізгендеріңіз дұрыс болады. Келесіден тағы өткіземіз. Аяқ киімді осылай аяқ киім тоқып, табыс көзін тауып отырған ханымдар, бұл аяқ киімді көрген адам міндетті түрде алады. Сол үшін артығымен тоқып қойыңыздар, сататын ханымдар. Осылай оттықты алыстан ұстап, яғни біздің ақ жібімізге қара дақтар, қара күйгеніне белгілемес үшін осылай ертіп, осылай оттықтың темір жағымен осылай жабыстырамыз. Сонда міне білінген жоқ, бұл іште қалып кетеді, осылай. Артығымен тоқып қойыңыздар. Сол кезде жақсы, өздеріңізге жақсы. Енді біз мына бетін мына бас жағынан бастаймыз. Себебі осылай екінші қатарды тоқып, үшінші қатарды тоқып келеміз де, осылай көтеріліп кетеміз. Ешқандай жіпті үзбей. Енді біз мына қырыққан жібімізді басы осылай қалды. Бұны да оттықпен кішкене сетін емес үшін осылай істеп қоямыз. Қатты күйдірмейміз, алыстан істейміз. Егер қатты күйсе, қап-қара болып қалады. Осылай түссіз болу керек. Енді мына жақты бастау үшін алдыңғы әдіспен осылай мына жіппен немесе көз мөлшерімен болса да осы мына түбіне тақап тұрып, мына бетінен сонда мен мына жерден бастаймын ғой. Мына жерді алып аламыз да, міне осылай бастаймыз. Дұрыс па? Қазір мына жіппен осылай жіппен өлшегенде осылай түп түзу болу керек. Сол кезде біз мынадан бастап тұрмын ғой мен. Міне күрчек тұрған көзден бастаймыз. Бұда да сәл артығырақ аламыз, себебі біз жіпті жасырамыз. Және мына арасында қосып тоқып кетеміз, қалған жерін жасырамыз. Осы жерден бір воздушный петля көтереміз, тартамыз, қатты босап кетсе. Енді жұмысты айналдырып, екінші қатар, яғни столбик с одним накидом. Жұмыстың соңына дейін әр көзді қалдырмай тоқимыз. Жіпті ортасында қыстырып тоқып кетеміз. Столбик с одним накидом. Келесіден осылай столбик с одним накидом болады. Мына жіпті ұстап отырамыз. Осылай тоқып отырамыз. Әр көзден столбик с одним накидом аламыз. Енді мына жерге келгенде мына жіпті осылай тақаңқырап қырқамыз. Және мына жерде тұрғанда осылай сәл ғана
күйдіріп жабыстырып кетеміз. Міне, білінбейді, прозрачный болып қалды мына жер. Жаңа жібіміздің қиқымдары қырыққан. Енді ары қарай осы столбик с одним накидамен жалғастырып, мына жерге дейін тоқып келеміз. Мінекей мен мына аяғына дейін тоқып келдім. Енді жұмысты кері бұрып, соңғы үшінші қатарын тоқимыз осы беттің. Бұда жұмысты кері бұрғасын воздушный петля көтермейміз. Осылай, мына воздушный петля көтерген жоқ, біріншісін тастап, екіншісінен столбик без накида тоқимыз. Бір. Келесіден екі. Осылай мінекей мына әр көзінен столбик без накида тоқимыз аяғына дейін. Осылай аяғына дейін тоқып отырамыз. Еш көзді қалып кетпей, осылай столбик без накида тоқимыз. Соңғысынан алдық. Бұлай өлшеп көргенде екеуінің басы осылай түп түзу болып. Мына жер қисайтып, бұлай екеуін қиғаштағанда бір-біріне осылай келу қажет қой. Енді біз бұл жерден бітірмейміз. Енді осы жерден бірден мына бетін жалғап кетеміз. Яғни біз осы тұрған күйінде мінекей мына жерден осылай цеп, яғни воздушный петля біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Менің осы тоқып жатқан аяқ киім размеріне осы бірінші барын тоқығанда осылай 17 воздушный петля алдым. Сіздерде осылай тоқып көріп жатқанда осылай 15, 16 алып осылай өлшеп, яғни аяқтарыңызды салып киіп көріп өлшесеңіздер болады. Енді осылай 17 болды. Мына бетіндегі осы бірінші мына көзіне бітіреміз біз бұл қатарды. Бұл біздің бірінші қатарымыз тек воздушный петлямен болды. Осылай көзіне бірден өткіземіз да. Осы жерде бізге мынандай маркер қажет болады. Осы маркерді қойып, осылай қыстырып қоямыз. Мінекей. Осылай болады. Енді келесі екінші қатарды тоқу үшін біз мына жіпті қайтадан осылай мына бетіне алып барамыз. Осылай алып барамыз. Мынау жібіміз осылай қайырылып қалмау керек, осы оң бетімен тұру керек. Осы воздушный петлямыз былай қарап қалса, иректеп дұрыс болмай қалады. Енді келесі екінші қатарымыз. Осылай жіпті қатты бос емес, тырыстырып қоймай, осы мынау бірдей қылып осы бетке қайта алып келеміз. Және екінші қатарды бастау үшін мінекей мына көздерін, мына біздің бірінші тоқылған көзіміз, одан кейін біреу, екеу тастап, үшіншісінен осылай кіргізіп аламыз да, мына жіпті өткіземіз осылай. Сосын бір воздушный петля іліп аламыз. Енді мінекей мынау осылай бос тұру керек. Енді біз екінші қатарымызда столбик с одним накидамен мына әр воздушный петлядан бір столбик с одним накидом тоқып, яғни 17 столбик с одним накидом тоқимыз. Яғни мінекей бірінші тұрған түзу қатарымыз болады. Одан кейін андай узорымыз кетеді. Әр көзден қалдырмай, яғни әр воздушный петлядан мына шетінен бастап қалмаңыздар, өз воздушный петля білініп тұрады ғой. Соның мынау бетінен емес, мына астыңғы жағынан, яғни бос болып қалмау үшін астыңғы жағынан алып тоқисыздар. Столбик с одним накидом бұл. Мінекей біреу, келесінде мінекей екіншісі, одан кейін үшіншісі. Осылай 17-сін тоқимыз мінекей аяғына дейін. Әр воздушный петлядан біреуден алып отырамыз. Өзіне бетіп қарап отырсаңыз, воздушный петлялар өз білініп тұрады, бірінен кейін бірі. Сол үшін біреуден екеу алып жібермей, қарап, санап отырып тоқимыз. 6 болды менде. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Келесі 15. 15.
16 соңғысы 17-шісі. Енді осы 17-шісін тоқып жатқанда мұқият боламыз. 17-шісін осылай бір рет алдық қой. Крючокта 3 жіп болды ғой. Сол кезде мына біздің маркерді алмаймыз. Осылай маркердегі жіпті іліп алып, 2 жіп қыламыз да, осылай 3 жіп қыламыз. Әйтпесе мынау біздің жібек жібіміз судырап демде сөгіліп кетеді. Біз маркерді алып, анан іліп алам дегенше. Сол үшін бұл маркерді алмай осылай тоқып аламыз. Енді мына бетіне бітіреміз. Яғни біреу, екеу тастап, үшіншісіне көзден өткізіп, осылай шығарамыз да, бірден мына жақтан өткізіп бітіреміз. Енді маркерімізді қадаймыз. Осылай тартамыз. Мінекей, біздің екінші қатарымыз дайын. Енді узорын тоқимыз. Осылай жіпті мына бетке өткізіп аламыз тағы да қарсы бетіне. Енді осылай тағы да 1, 2-ін тастап, үшінші көзден жіпті осылай іліп аламыз. Мынаны осылай бос қалдырамыз. Қатты тартып, немесе қатты бос қылып жүрмейміз, мынамен бірдей қыламыз. Бір воздушный петля іліп аламыз. Енді узорын тоқимыз. Осылай столбик с одним накидыммен орап, некені бірінші столбик с одним накидымның жоғар жағындағы көзі бар ғой, яғни арасына тоқимыз. Осы көзінен бір столбик с одним накидым аламыз, біреу. Және тура сол жерден тағы екіншісін аламыз. Столбик с одним накидым, екеу тоқимыз. Сонда мына бір көздің жоғар жағынан 2 столбик с одним накидым тоқимыз. Енді жіпті тағы да крючокқа ораймыз. Екені бір көзге тоқыдық қой, екеу. Одан кейін бір көзді тастаймыз, және келесі көзден тағы да екеу тоқимыз. Біреу. Тура сол көзден екіншісін аламыз. Екеу. Мінекей осылай. Тағы да ораймыз. Бір көзді тастаймыз, екінші көзден тағы да 2 столбик с одним накидым аламыз. Тағы да көрсетем. Мінекей мына тоқылған көзіміз. Одан кейінгі бір көз тастаймыз. Одан кейінгі көзден, мінекей, екінші көзден тағы да 2 рет столбик с одним накидым аламыз. Біреу, екеу. Осылай аяғына дейін жалғастырамыз. Бір көзді тастап, екінші көзден 2 столбик с одним накидым аламыз. Бір көзді тастап, екінші көзден тағы да столбик с одним накидым. Бір көзден 2 рет аламыз. Осылай біздің узорымыз шығады. Тағы да бір көзді тастап, екіншісінен көздің арасынан алу керек, ортасынан алмау керек. Осылай аламыз. Әдемі ұқыпты шығу үшін бір қалыпты тоқимыз. Біреуін бос қып, біреуін тырыстырып тоқымаймыз. Тіпті бұлай тоқып жатқанда, екінші столбикті алып жатқанда бір-бірінің үстіне осылай айқасып мініп кетуі де мүмкін. Сол үшін осылай ұстап тегістеп отырып тоқсаңыздар, аккуратно көрінеді. Осылай бір-бірінің үстіне айқасып кетпейді. Енді бір рет тоқиды екенбіз. Мінекей бір көз тастап, екіншісіне тоқимыз. Бұда бірінші столбикті аламыз. Екінші столбикті мінекей біреуін алған кезде, жаңа көрсеткенімдей, маркерді шешпейміз. Өйткені сіздер сөгіп алуларыңыз мүмкін. Мен шешіп тоқуым мүмкін, бірақ сіздер қолда ұстауға тез сусып, сөгіліп кетеді. Осылай
үшеуінен бірге өткізіп алып, крючокта 2 жіп қалады, осылай тоқып аламыз. Содан кейін барып мына маркерді шешеміз. Енді осы үшінші қатарымызда тағы да мінекей бір көз тастаймыз, екі көз тастаймыз, үшіншісінен бітіреміз. Өткізіп, осылай шығарып аламыз мінекей. Және маркер қадаймыз. Осылай шығып келе жатыр. Алың көлемдер бірдей. Яғни бұл тапсырысқа тоқылып жатқан біздің аяқ киіміміз. Келесі тағы да осылай. Мінекей бірінші көз тастаймыз, екінші көзді тастаймыз, үшіншісінен аламыз. Мына жерді осылай, осымен бірдей етіп бос қылып аламыз, қатты тырыстырмаймыз. Осылай воздушный петля аламыз, ораймыз. Енді бізде төртінші қатарда мына узордың шетінен бастаймыз. Узор тұр, осыны шет жанынан столбик с одним накидом. Біреу. Тура сол алған жерімізден тағы да екіншісін аламыз. Осылай екіншісін алдық. Енді тағы да орап аламыз. Енді екі узор тұр, мына екеуі тоқылған, екі бір жерден. Солардың арасынан алып отырамыз енді. Арасынан алып тоқимыз. Біреу. Менен екеу. Осылай жалғастырамыз. Әр көздің арасынан. Мына бірінші узор шыққан тоқылған қатарда, мысалы санаймыз узорымызды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 узор шыққанда мына екеуден біріккен. Енді осы келесі қатарда осы узорымыз бір узорға көбейіп, яғни 10 узор болады. Санап отырып тоқимыз. Егер олай сіздің 7 болуы мүмкін, бірінші басталғанда 10 болуы мүмкін, бірінші басталған саныңыздан келесі екінші қатар біреу артық болады. 5 болса 6 болып тоқылады екінші қатарда. Одан кейін 7 болып бір-біреуден қосылып көбейіп отырады. Яғни былай қарай кеңейеді бізде. 4 болып бізде келесінен 5. Әр көздің, әр узордың арасынан алып отырамыз. 2 столбик с одним накидом. 7. Жоқ, 6 болды. Енді 7. Жетінші узор. Келесін 8-ші узор. 8. Әр арасынан 2 столбик с одним накидом. 9-ші. Екеу аламыз. Соңғы узор, узордың жанынан аламыз. 10 болады сол кезде. Мына жанынан бір столбик с одним накидом тоқып аламыз. Енді екіншісін тоқығанда маркердегі жіпті алып кетеміз. Неке осылай үшеу болып тұрады. Сол кезде маркердегі жіпті де қосып алып, екеу қыламыз және бітіреміз. Енді маркерді шешеміз. Енді осы бетке бітіргенде тура алдындағыдай екі көз тастап, үшіншісінен осылай бітіреміз. Мінекей. Осылай маркер келіп кетеміз. Осы узормен мына басына дейін жалғастырамыз, яғни екі көз тастап, үшіншісінен аламыз. Бұл мысалы менде мына 38-ші размерге тоқып жатырмын мен. Бұл стандарт. Мысалы подиумы үлкен емес, аяғы жалпақ емес, кәдімгі 38-ші размер киетін, яғни келіншекке, әйелге тоқылып жатқан аяқ киім. Енді мысалы бізде бұндай тоққан аяқ киімдерді көбінде аяғында проблемный аяқтар, яғни жанында бас бармақта сүйегі шығып кеткен, және подиумы үлкен ханымдар заказ береді. Мысалы сол кезде біз мынау жаңа мен сіздерге көрсеттім ғой,
екеуін тастап үшіншісінен тоқимыз деп. Ол кезде біз мына жерді кеңірек етіп тоқу үшін мына екі көз тастап үшіншісінен емес, бір көз тастап екіншісінен тоқып кеңейтіңкіреп тоқуға болады. Сіздерге мен өзім тоққанымды көрсетейін. Бұда қазір салып қойдым. Осыны мысалы маған бір тапсырыс түсті, яғни аяғы 38-ші размер, бірақ мына подиумы өте үлкен, 40-шы размер киеді екен, кәдімгі базардағы готовый аяқ киімдерден. Мен оған, яғни біз 38-39-ға тоқып көрдік, тар болды, 40-қа тоқыдым. Және де бұда мінекей көрініп тұр, міне басында 3 қатарында ғана екі көз тастап үшіншісінен бастағам. Мінекей екі көз тастап үшіншісінен 3 қатарында ғана мінекей көрініп тұр, кеңдеу болып. Өйткені басында 3 қатар тастап екі қатар тастап үшіншісінен бастағам, мына жер сәл бір артқа қарай тартылып, мынау ашылу керек, сол. Одан кейінгілердің барлығында мен мінекей майда болып тұр, біреуін тастап екіншісінен бастағам. Біреуін тастап екіншісінен бастағам. Сол кезде мына біздің жоғары жағы кең болып тоқылады, мінекей. Осылай кең болып тоқылады. Ал мынау кәдімгі стандарт 38-ші размер киетін ханымдарға мінекей осылай екеу тастап үшіншісінен тоқисыздар. Келесі тағы бір қатар көрсетейін, одан кейін ары қарай өздеріңіз осы соңына дейін тоқып келесіздер. Менде екі қатар узор болды. Енді узордың үшінші қатары, бір, екі, үшіншісін таңдай, үшіншісінен іліп аламыз. Үшіншісінен іліп алдық. Мінекей орап аламыз. Жанынан бастап столбик с одним накидом, яғни бізде жаңа 10 болды, енді бұл қатарда 11 узор шығу керек. Яғни есептеп отырып тоқсаңыздар, егер ұмытып қалып жатсаңыздар, қастарыңызға парақ ручка қойып, соған жазып отырып тоқыңыздар. Мінекей. Осылай әр узордың арасынан тоқисыздар. Осылай енді аяқ киімімізді бітіреміз соңына дейін. Өз еріктеріңізбен, өз нелеріңізбен тоқисыздар. Түсінікті етіп көрсеттім деп ойлаймын. Қазір мына жерге келгенде соңғысында мына маркердегіні іліп алып қосып кетуді ұмытпаймыз. Маркерді алып мына жерге бітіреміз. Енді екеуін тастап үшіншісінен бітіреміз. Осылай соңына дейін тоқисыздар. Менде мына жерде қанша қатар, мына бірінші қатарды есептемейді, мен узорларын ғана санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 қатар осылай узор шықты менде. 39-ші размер табан, бірақ аяқ киім 38-ші размерге келеді деп айттым жаңа сіздерге. Осылай мына жерге дейін тоқып келеміз. Мінекей мен 13
мына мен қосқанда 14 қатар тоқыдым, яғни 13 қатар узор, бір қатар мына бастапқы неміз. Осылай тоқып келдім. Енді соңғы бізде соңғы қатарымыз мынау. Ирек. Осылай гүл ұқсатып, немесе өздеріңіз білесіздер, столбик без накидамен бір 3 қатар тоқсаңыздар да, 2 қатар тоқсаңыздар да, өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай көресіздер. Бірақ мен өзіме осы ұнайды. Ол үшін жүзімізді осы бетке келіп аламыз. Және де мінекей мынамен өлшеп көреміз біткен жерін. Біріншісін тоқпағаннан кейін міндетті түрде екеуін салыстырып отырып, екінші тоққанда уже мынаған қарап отырып, өлшеп отырып тоқыңыздар, себебі екі түрлі болып қалады. Кей кезде мынау бос тоқылып, біреу қатты тоқылып, сәл үлкендеу болып қалады. Сол үшін қарап, осылай бір-біріне қайта-қайта өлшеп отырып тоқсаңыздар, өздеріңізге жақсы, яғни бір жұмысты екі жұмыс қылмайсыздар, бірден бітіресіздер. Енді соңғы қатарымызды сіздерге көрсетейін. Іліп аламыз, бос тұрған петлядан осылай қоямыз. Бір воздушный петля. Енді бір воздушный петля. Одан кейін енді мына айттым жаңа, қарап отырамыз деп, мынадағы мына гүлдердің санын санаймыз. Қанша? 2, 3, мысалы 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Менде мынандай ирек гүлден 9 шығыпты. Осы айнала тоққанда, енді мен мына жағынан да сол 9-ды шығарамыз. Содан кейін бір түсіндіріп кететін нәрсе, мысалы, біз жаңа мына жақтан үшеу алып бастадық, мына жақтан үшеу алып бітіріп отырдық қой, тоққанды осылай мына узорды. Кей кезде, мысалы, мына жақтан үшеу алып, мына жақтан да үшеу алғанда, сәл қисық кетіп қалады. Мына жақ үлкейіп, болмаса, мына жақ кішірейіп қалады. Сол кезде мына жақ, мысалы, үлкейіп кетсе, мына жақтан үшеу алсаңыз, мына жақтан екеу алып бітіріп, екеуін теңестіріп жіберуге болады, ол мына узорлардан көрінбейді. Сол нәрсені ескерсек, мына жағы қисық болып қалды, менікі үшеу алғанда не қылды демей, осылай теңестіріп, яғни мына жақтан мына жағы үлкейіп бара жатты, қисайып бара жатса, мына жақтан екеу алып, мына жақтан үшеу алып, немесе мына жақтан үшеу алып, мына жақтан екеу алып, солай теңестіріп жібересіздер. Біз ешқандай аппарат, фабрика емеспіз, бұл бір қолмен тоқып жатқан нәрсе, бірақ солай істесек, идеальный шығады, түзу барынша. Солай ол да көрінбейді, ешқандай айырмашылық ештеңкесі білінбейді. Неке осылай алып, крючокқа жіпті орап аламыз. Сөйтіп, біз мына шеттен бастаймыз. Мына тұр ең ұшы. Осы жерден столбик без накида тоқимыз. Столбик с одним накидом тоқимыз. Мінекей біреу тоқыдық. Тура сол көзден екіншісін аламыз. Екеу. Тағы тура сол көзден үшеу. Тағы сол көзінен төртеу. Енді бесеу. Осылай бір көзден 5 столбик с одним накидом аламыз. Және оны осы жеріне мына жерден бітіреміз. Енді осылай біріктірдік. Енді келесі осылай гүлімізді тағы да крючокқа жібіліп аламыз. Біреуін тастаймыз да,
мінекей мына жерден ілеміз. Келесі енді мына узорлардың арасынан аламыз алдындағыдай. Бірақ екеуден емес, енді бұл жолы 5 столбиктан алып отырамыз, е. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бесеу. Енді бесеу болды ма? Енді мына жерден біреу, екеу тастаймыз да, үшіншісінен, үшінші көзден осылай іліп шығарған күйі мынадан бір ақ шығарамыз. Бұл соединительный петля болады сонда бізде, мінекей. Да, осылай кеткен бізде. Енді осыдан алдық. Енді келесі. Мынадан алмаймыз. Мына жерден узордың арасынан осылай 5 рет столбик с одним накидом аламыз. Яғни 5 столбик с одним накидом алғанда узордың арасынан аламыз. Жоқ, 5 болды. 5. Енді келесіне бір көз тастаймыз. Көздер көп. 2 көз тастаймыз. Үшінші көзге біріктіреміз. Осылай соединительный петля болады. Келесі. Мынадан алмаймыз. Мынаның ортасынан алып. Тағы да 5 рет столбик с одним накидом тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Енді тағы да бір көз, 2 көз тастап, үшіншісінен тағы соединительный петля. Қанша гүл болды бізде? 4 гүл болды. Енді 5 гүліміз қалды. 5 гүлін дәл солай қайталап аяғына дейін жеткіземіз. Келесіден аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді бір көз, 2 көз тастап, үшінші жоғарыда көзінен соединительный петля. Мынадан емес, келесінен тағы да 5 рет столбик с одним накидом. 5 аламыз. Бір көзден 5. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Біреу, екеу тастап, үшіншісінен соединительный петля. Мінекей енді біреу тастаймыз да, екіншісінен осылай узордың арасынан 5 столбик с одним накидом. Мінекей үшеу, төртеу, келесі міне 5 болды. Енді бірі, екеу тастап, үшіншісінен тағы да соединительный бітіреміз. Енді біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Қанша болды бізде? 3. Енді міне 1, 2, үшіншісінде мынау біздің маркердегі жіпті осылай қосып алып кетуіміз керек.
іліп алып, мына үшінші петляға осымен бірге соединительный петля жасап кетеміз. Іліп, мына маркердегіден өткіздік, енді мынадан да өткіземіз. 8 узор болды. Енді соңғы 9-шы узорды біз мына соңындағы мына көзден аламыз. Басында да сол жақтан бастадық қой, арғы осы жеріне. Енді осы жерінен аяқтаймыз. Соңында да 1, 2, 3, 4, 4-шісі. Одан кейін бір столбик, соңғы столбигіміз осы аяқ киімдегі 5. Енді мына келесі мынаған осылай соединительный петлямен бітіреміз. Мына жер петлялардың біткен жері 3-4 қабаттап бастаған арасынан осылай үзіп алмай өткіземіз. Осы жерге біріктірдік, және алдындағыдай мына жіпті осылай созып шығарып, осылай аяқ киіммен бір айналдырып өткіземіз де тартамыз. Сонда байланады. Осылай байланады. Енді бұны алдындағыдай артығырақ кесеміз қашымен. Және мына жақтардан жасыру үшін осы жіптердің арасынан арлы-бері өткіземіз. Төменгі жағына өткізсеңіздер көрінбейді, сол үшін барынша төменгі жағына өткізе беріңіздер. 4 рет, 5 рет өткізсеңіздер жетеді. 3 рет болды. 4-ші рет болды. 4-ші рет. Міне соңғы 5-ші рет. Осылай. Енді мынандай артығырақ қалып кетсе, осының бәрін күйдіріп отырмаймыз, себебі ол қарайып кетеді. Осылай тақырып табыр кесеміз де қалған жібімізді күйдіреміз. Күйдіргенде осылай жабыстырамыз да ертіп. Кені сетінеп кетеді. Алысырақ ұстаймыз барынша. Қарайып кетпеш. Осылай жабыстырамыз. Міне, білінбейді, прозрачный болып. Сәл қарайғанын екінші бітірем. Негізі осындай прозрачный болып біту керек. Ішкі жағы болған соң көрінбейді, ештеңе етпейді. Де осындай аяқ киім шықты. Заказға тоқылған тапсырыспен. Сіздер де осылай үйде отырып тапсырыспен аяқ киім тоқып өз кәсіптеріңізді бастап табыс таба аласыздар. Және де осы видеоның астына келесіде қандай аяқ киімнің мастер-классын көргілеріңіз келеді, және осы аяқ киім туралы пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.